Алима Есенқұл, екінші неке. Біраз күннен бері Алматының ауа райы жаңбырлы. Дана әуежайға асығып барады. Тараздан сіңлісі Қарлығаш келген. Біраз көріспеген екеуінің қуанышында шек жоқ. Дананың пәтері сондай жинақы, тап-таза. Ас үйдегі шағын дастархан көз жауын аларлықтай жайнап тұр. Көп ұзамай ыстық ас ет те келді. Қарлығаштың әңгімесі таусылар емес. Дана тұрмыс құрып, бір жылдан соң күйеуі көлік апатынан көз жұмды. Сәбилі болып та үлгермеді. Дәрігерге қаралып ем бастағаны сол еді, тосыннан келген ажал оған шама бермеді. Марқұм күйеуі балалар үйінде тәрбиеленген, туыстары жоқ, мінезі жайдарлы, адам баласына еш зияны жоқ Ерсұлтан өмірден ерте озды. Дана Қарағандыда 2 жыл тұрып, Алматыға көшіп келді. Алғашқы жылдары жалғыз өзіне үлкен қалада өмір сүру қиын болды. Жұмысы жоқ, туған туысы да мұнда емес. Құрбысы Айжамал екеуі жұмыс іздеп табандарынан таусылды. Дайын тұрған пәтерде болмады. Айжамалдың аядай бір бөлмесін сауғалап, өзін ыңғайсыз сезініп жүрді. Кешқұрым құрбысының күйеуі сылқия мас болып үйіне оралды. Отбасының берекесін алып, аузына келгенін құсты. Дананың да намысына тиіп, үйінен қуып шықты. Айжамал Дананы қимай, аюдай ақырған күйеуінен именіп, ештеңе жасай алмады. Күздің қара суығы желмен араласып, адам бойын қалшылдатады. Қолында чемоданы бар келіншек қайда барарын білмеді. Ауылға барып, кәрі әке-шешесіне масыл болғысы келмеді. Бауырлары да өзімен өзі. Өз күндерін зорға көріп отыр. Ақыры сенделіп вокзалға барды. Таңға дейін орындықта отырып, бойы да мұздап, қарны да ашты. Қалтасындағы аздаған ақшасын майдалатып, бір шынаяқ шәй ішіп алды. Ақыры вокзал маңын жағалап жүріп, жарнама арқылы бір кеңсеге еден жуушы қызметін тапты. Хабарласып көріп еді, тақылдаған жас қыз таңертеңгі 9-дан кешікпей келуін ескертті. Дана қуанып бірден келсе кетті. Бәлішпен шәй ішіп, жүрегін жалғап алды. Қонатын жерін уайымдап, тағы да вокзалға келді. Таң ата айтылған мекенжайға жетіп, кеңсеге кірді. Қолындағы чемоданын астыңғы қабатқа бір бұрышқа ыңғайлап, құжаттар салынған сөмкесін қолына ұстап алды. Бастықтың көмекшісі бірден Дананы жұмысқа алды. Айнадай жылы кеңсенің еденін Дана күніне бірнеше рет тап-таза қылып жуып қояды. Бастығына барлығын ашып айтты. Қонатын жерінің жоқтығында, соңғы 2 күнде вокзалға түнегенін де жасырмады. Әйелді әйел түсінер деп, Майра Болатқызы жаны ашып айлығының жартысын берді. Дана бірден пәтер іздеп, ақыры бір бөлмелі пәтер тапты. Ескі болса да көңілі жайлы. Бастығының берген ақшасы толықтай жетпесе де, нағашы әжесінің көзіндей болған алтын сырғаны ломбардқа өткізді. Соның ақшасына пәтердің жетпей тұрған бөлігін түгендеп, қалғанына азық түлік алды. Бір бас болса да тірі адамға тамақ керек. Басында баспанасы бар келіншек жұмысына қызу кірісіп, кеңсені айнадай қылып қояды. Қолына жалақысы да ілініп, Дана мәз. Адал еңбек, маңдай термен тапқан өз жалақысы. Бірден ломбардқа барып сырғасын алды. Көп ұзатпай пәтер ақысында төлеп, азық түлікте алып қойды. Үстіне киім алуға қаражаты жетпей, келесі жолы аламын деп көңілін түсірмеді. Барын киіп жүрді. Ең бастысы таза, бүтін. Жексенбі күні жақсылап палау басып, үйіне Айжамалды шақырды. Айжамал құрбысы үшін қуанды. Өткен жолғы ыңғайсыз жағдай үшін құрбысынан кешірім сұрады. Дана, жарайды Айжамал, ол өтті кетті. Ең бастысы сенің ниетің түзу. Мен жұмыс пен пәтер таптым. Бастығым Майра Болатқызы да жақсы адам. Деп құрбысына біраз әңгімесін айтты. Айжамал Данаға риза болып үйіне қайтып кетті. Келесі жалақысында өзіне біраз киім кешек алды. Адам көркі жіберек деп, Дана құлпырып шыға келді. Ыңғайын тауып әке-шешесіне де барып қайтты. Ауылдың аты ауыл, таза ауа, ет, сүт, бәрі табиғи. Алматының у-шуынан бір күн болса да Дана демалып, ұйқысы қанғанша ұйықтады. Әке-шешесінің қолындағы кенже келін өте пысық. Лезде ет асып, қамыр жайып, Дананы жақсылап түстендіріп жіберді. Жолға жиналған қызына шешесі азын-аулақ дәмін салып жіберді. Алматыға аман-есен жеткен Дана бір шайын ішіп ұйқыға кетті. Жұмысқа кешіккенді ұнатпайтын келіншек жарты сағат ерте барады. Майра Болатқызының анасы науқастанып төсек тартып қалыпты. Енді сол қарт кісіге қарайтын күтуші таппай жатқан бастығы кабинетіне Дананы шақырады.
Кабинетіне шақырған бастығы әңгімесін көп созбай Данаға бірден: «Дана, сенің еңбегің өте адал. Мұнда жұмыс жасағаныңа 6 ай болса да ешкімнен шағым түскен жоқ. Тазалық жұмысына да өте мұқиятсың. Үйде 80-ге келген қарт анам бар. Науқастанып төсек тартып жатыр. Егер келіссең, сол кісіге күтуші керек. Күтушілер жиі ауысып көңілімізден шықпады. Бір күн жұмыс жасап кетіп қалғандары да қаншама. Ойланып көр, жалақы жағынан қам жеме, бұл жердікінен көбірек төлеймін», деп әңгімесін аяқтады. Дана не айтарын білмей тосылып қалды да артынан: «Майра Болатқызы, мен ойланып көрейін», деп жұмысына кетті. Дана ертеңіне шешім қабылдап ақыры келісті. Бастығы да қуанып, қасына жүргізушісін алып бірден үйіне тартты. Мұндай кереметтей зәулім үйді фильмнен ғана көретін Дана таңданып келеді. Есік алды шыршалар мен гүлдер, үйдің іші ерекше дизайнмен жасалған. Бастығы бірден анасының бөлмесіне кіріп, Данаға бәрін түсіндірді. Қызға арнайы бөлме берді. Бұл бөлмеде керемет, жарық, таза, бәрі жаңа. Дана киімін ауыстырып қарттың бөлмесіне келді. Самай шашы ағарып жатқан қария тым әлсіз көрінеді. Бұрында Дананың нағашы әжесі төсек тартып, ақыры ауыр дерттен көз жұмған. Соның бәрі есіне түсіп бір жылап алды. Үйде бағбаншы, аспазшы және қарауыл бар екен. Майра Болатқызының балалары шетелде білім алып, сонда сіңіп кеткен сынды. Кенжесі 10-шы сыныпта оқиды екен. Күйеуінің де өз бизнесі бар. Дана қарт кісіге барынша мұқият қарауға тырысты. Қолдары тарамыз, әлсіз болса да өмірге құштарлығы бар. Жанарында аз да болса үміт оты бар сынды. Суға түсіріп, шашын тарап таза киімдер кигізді. Ішетін тамағы сұйық сорпа мен сүт екен. Дана асында ақырын еппен беріп отырды. Жұмыс біте сала үйіне жететін Майра Болатқызы бірден анасына кіреді. Үсті таза, тамағы берілген анасын көріп, Данаға алғысын айтады. Дананың марқұм әжесі ылғи мәні бар әңгімелер мен мысалдар айтып отыратын. Алла әр адамға сынақты неше түрлі нәрсемен береді. Біреуіне аурумен, біріне кедейлікпен. Сол әңгіме немере санасына әбден жатталып қалған. Бұл қарияны да сынақ үшін маған берген шығар, деп іштей ойланып та қояды. Сол үшінде ісін тиянақты жасайды. Дәретінде жиіркенбей жуып тазалайды. Бастығы осының бәріне риза болып, Данаға жалақысынан бөлек қосымша сыйақы да береді. Дана келгенде көзін бір нүктеге қадап жататын қария қазір азда болса тіл қататын болды. Данаға да бауыр басып қалды. Қарияға азда болса адамнан назар керек сынды. Бұл үйдегілердің бәрі жұмыс басты. Ерте кетіп кеш оралады. Дана бастығына ескертіп қалаға аз уақытқа шықты. Жалдамалы пәтерін өткізіп, киім кешегін жинап, бір жолата бастығының үйіне көшіп келді. Майра Болатқызының да көңілі жайланып қалды. Жұмысқа анасын уайымдап, келіп кетер күтушілерге алаңдап мазасы кететін. Енді еш алаңдамайтын болды. Дана сенімді жан. Әуел баста жұмысына мұқияттылығын байқап, сенімділігін байқаған. Ауа райы жылы болған соң, Дана әжейді біраз уақытқа арбасымен далаға шығарды. Таза ауаға рахаттанып қария маужырап барады. Түскі ас дайын болған соң, Дана әжейді үйге кіргізді. Беті қолын жуып тамақтандырды. Аздан соң әжей бірден ұйқыға кетті. Дана орындық алып қасында біраз отырды. Адам қартайса расымен де бала сияқты болып қалады екен. Әжей де бекам ұйқыға кетті. Тұратын жері мен асы тегін болғандықтан, Дана айлығының біраз бөлігін депозитке ашып, соған салып отырды. Болашақта кішілеу болса да пәтер алу ойында бар. Әр адамның пәтері болмаса өте қиын. Өз басынан пәтерсіз талай қиын күндерді бастан кешкен. Қарағандыда да марқұм күйеуі екеуі жалдамалы пәтерде тұрған. Күйеуі қара жұмысшы болған соң, ақша бірде болды, бірде болмады. Өзі де оқуын аяқтай алмады. Ерте тұрмыс құрып, оқуы жайына қалған. Аяғынан тік тұрып алса, бір мамандықты оқып алу көкейіндегі басты мәселенің бірі. Әтіркүл әжей тез шаршап ентігіп қалады. Дана киімін жиі ауыстырып, дәрілерін уақытында береді. Ауруханадан үмітін үзген әжей мінезі бірде көл, бірде шөл. Майра Болатқызы Дананың туылған күніне сыйақы, одан бөлек керемет алтын жүзік сыйлады. Мұндай бағалы нәрсені бұрын соңды ешкім сыйлап көрмеген. Дана бастығына риза болып алғысын айтты. Бастығы үйіне тағы бір қызметкер алды. Бақша ішінің жұмыстары өте көп.
ағаш, гүл күтімі сияқты қыруар шаруа. Омар атай жалғыз өзі үлгермеген соң қасына жас жігіт Сәбит келді. Өзі сөзшең, еті тірі жігіт екен. Данадан 5 жастай үлкен. Қызметшілер бәрі бір жерде тамақтанады. Сәбит дастархан басында да іш пыстырмай әзілді әңгімесін бірінен соң бірін өрбітіп отырады. Анда-санда Данаға көз қиығымен қарап қояды. Сәбиттің расымен де Данаға көңілі бар. Бірінші әйелі орыс ұлтынан болған соң, екеуінің көңілі жараспай айырылысып кеткен. Мәрия атты бір қыздары бар. Қызымен араласып тұратын. Әйелі тұрмысқа шығып кеткен. Кезінде әкесі не болса да, әйелді өз ұлтынан дегенде, жастықтың буымен өз айтқанын істеді. Ақыры әке сөзі орын болды. Содан бері өз теңін таппады. Дана әдетінше әжейді алып далаға шықты. Осы сәттің орайын тауып Сәбит Дананың қасына келді. Өзімен бірге тырманың басы мен сабын ала келді. Әжеймен амандасты. Әтіркүл әжей әңгімеден гөрі маужырап күн сәулесіне рахаттанып отыр. Сәбит Дананы аз да болса әңгімеге тартқысы келді. Бақшаның биылғы жұмысы расымен де көп екен. Жапырақтарды тырмалап тастайын, тек басын жөндеу керек, деп тырмасын шегелей бастады. Аузы сөзден, қолы істен бос емес. Данамен біраз әңгімелесіп жеңілдеп қалды. Осылайша екеуінің сөздері жараса бастады. Өткен өмірлерін бір-біріне толықтай баяндап, ештеңе жасырмады. Сәбит отбасын құруға ақыры ұсынысын жасады. Дана бірден келіспеді. Сәбит оның жауабын асыға тосып жүрді. Ауылына барып, бұл хабарды әке шешесіне айтты. Не болса да бәрін ақылға салып таразыла, деп әкесі қызына біраз ақыл айтты. Сәбитті әлі толық тани алмағандықтан Дана асықпады. Сәбиттің бар арманы тезірек отбасылы болу. Негізгі мамандығы мал дәрігері екен. Көлікте жүргізіп, бақша жұмыстарына да ебі бар екен. Жексенбі күні аз да болса қолдары босап, екеуі біраз серуендеп, мейрамханаға келіп түстенді. Сәбит Данадан көзін алмай, «Дана, сенің жауабыңды қанша болса да күтемін. Тек өтінерім, менен теріс айналып кетпеші. Саған деген сезімім шынайы», деп жүрек түкпіріндегі сөздерін ағытып салды. Дана бір қызарып, бір бозарып салмақты қалпын сақтап отырды. Көп ойланып жүрегін тыңдады. Сонда да Дана тұрмыс құруға асықпады. Асығыс қабылданған шешімнің түбі дұрыс болмайтынын білді. Не де болса уақыт емші деп ойын нақтылады. Бірнеше ай Дананың жауабын күткен Сәбит, ақыры «иә» деген керемет жауапты естіп қуанып, әлі сене алмай жүр. Дана Сәбитті шын жанашыр жігіт екеніне көзі жетті. Ішпейтін, шекпейтін, ісіне пысық жігіт. Данаға да уақыт өте келе ұнай бастады. Енді бұл жаңалықты Майра Болатқызына жеткізу ғана қалды. Жұмыстан оралған бастығына Дана бар жағдайды түсіндіріп жеткізді. 2 жас үшін Майра Болатқызы да қуанды. Тек анасын уайымдап қалды. Әжей Данаға қатты бауыр басып, сәл көрінбесе іздеп мазасы кететін. 2 жас отау құрған соң бұл жерден кететіндерін біліп, Майра Болатқызы анасына қайтадан жаңа күтуші іздеп хабарландыру берді. Үйге келген 2-3 күтушіні әжей мүлде жақтырмады. Дана мен Сәбит ақылдаса келіп, пәтер алғанша осында жұмыс істей берулерін жөн көрді. Жалақысы да жаман емес, тұратын жерлері мен астары да тегін. Дана да енді ғана беті бері қарап келе жатқан қарияны қимады. Екеуінің осында қалатыны бастықты да қуантты. Бір аптаға сұранып екеуі бар жұмысты бітіріп тастауды жөн көрді. Алдымен мешітке барып некелерін қиды. Дананың жүрегі толқып, 2-ші рет неке қидыруға кіріп бара жатыр. Марқұм күйеуі екеуі де кезінде үлкен ақ күмбезді мешітке барып некелерін қидырып еді. Неке қиылған соң Сәбит Дананы ауылға апарды. Дананың өтінішімен беташар болмады. Енесі жай басына орамал салды. Жүзі жылы келіндерінің сәлемін қабыл алып, баталарын беріп ризашылығымен қалаға шығарып салды. Сәбиттің бір басы екеу болғанына ата-анасы қатты қуанды. Ерлі зайыптылар жұмыстарына оралды. Майра Болатқызы екеуіне бір бөлмелі кең бөлме берді. Әтіркүл әжей Дананы көріп, балаша көзін бір сығып алды. Асты да тәбеті ашыла ішіп, көңілі орнына түскен сынды. Дананың қамқорлығы шын жүректен жасалып жатқан соң әжей де жақсарып келеді. Келіншек алып, Сәбиттің көңілі жайлы, жанында қамқоршы, сұлу ақылдасар жары бар. Отбасылы болған соң ыдыс-аяқ салдырлап тұратын кездерде болады. Ондай кездерде екеуі беттен алып төске шаппай, біреуі сабыр етеді. Сәбит Дананы көңіл қаларлықтай ренжітіп көрмеген. Көп ұзамай Дананың аяғы ауырлады.
Сәби сүйіп көрмеген келіншек бұған қатты қуанды. Сәбит те көңілі толқып, Аллаға шүкіршілік айтты. Жинаған қаржылары да пәтердің бір бөлігіне жетіп қалды. Әжей де жақсарып, балдақпен жүре бастады. Майра Болатқызының Данаға алғысы шексіз еді. Қандай көмек керек болса да қол ұшын беруге әзір. Екеуінің пәтер алғысы келіп жүргенін шет жағасынан естіп жүрген болатын. Майра Болатқызы ерлі-зайыптыларға жетпеген қаржыны толтырып, өз атынан сыйлық деп ұсынды. Мұндай жомарттықты күтпеген екеуі Майра Болатқызына алғыстарын жаудырды. Өздері армандаған пәтерге қолы жеткен Сәбит пен Дана аз күнде сонда көшуге бел буды. Дананың ай күні де жақындап келеді. Келіншекті бастығы өз рұқсатымен жұмыстан босатты. Сәбит сонда барып келіп жұмыс жасауды жөн көрді. Әжейге жаңа күтуші табылды. Пәтер жылы, жарық, емхана мен мектепке де жақын. Енді ішіне жиһаз алса мүлдем қатып кетеді. Ол да көп ұзамай алынады. Бастысы ниет. Күйеуі жұмысқа кетіп, Дана киімдерді үтіктеуге кірісіп кетті. Іші анда-санда ауырып қояды. Сәбиттің кешкі асын беріп ыдыс жинаған келіншектің толғағы жиілеп, жедел жәрдем көлігін шақырды. Ондағылар бірден Дананы перзентханаға жөнелтті. Алғаш рет ана сезімін сезініп, жас келіншек ұлды болды. Сәбит қуана бәрінен сүйінші сұрады. Екі жақтың ата-аналары да риза. Ауылдан енесі бір мал сойғызып, келінін қалжалауға келді. Дана жақсы терлеп өз-өзіне келе бастады. Құтақандай нәрестені апасы шомылдырып, майлап, Данаға бесікке бөлеуді үйретті. Атасы атын Батырхан деп қойды. Таң сәріден ерте оянған Дана дастархан мәзіріне ерекше дайындықты бастап кетті. Түске таман Майра Болатқызы қонаққа келетінін ескерген. Аз уақытта Дана самса, бауырсағын пісіріп қазанға етті салып қойды. Енесі кішкентайды ұйықтатып бесікке бөлеп қойды. Дастархан үсті жайнап шыға келді. Көп кешікпей Майра Болатқызы да келіп, кішкентайға біраз сыйлығы да бар екен. Дананың тәтті шайы мен сүрленген етін жеген бастығы жас, қонақшыл отбасыға риза болып қайтты. Үйдің іші жаңа жиһаздарға да толды. Дананың ата-анасы баланың дүниесімен қосып, қыздарының өз дүниесінде әкеліп берді. Той болмаса да екі жақтың құдалығы болып, қыз жасауын беру ата-ана міндеті деп қарыздарынан құтылды. Бәрі де қолдан шыққан. Сәнді, анасы мен келіні көрпе, ойы өсіне шебер. Батырхан да өсіп келеді. Майра Болатқызы кішкентайдың кіндік шешесі болды. Енді екі жақтың туысты қарым-қатынасы бұрыннан да берік болды. Әтіркүл әжей Дананы өз немересінен кем көрмеді. Дана барған сайын әжейге жылы, жұмсақ дәм апарып көңілін аулады. Сәбит қолынан келгенше қамқор. Дана екеуінің сезімдері тәтті махаббатқа ұласты. Бір-бірін сыйлап, Батырханға да өз махаббаттары мен мейірімдерін төкті. Өмір бір жылатса, бір қуантар деген расымен де оңды. Өткен күнге толы қиындығы мен қазіргі бақытты шағы Дананы көп нәрсеге үйретті. Екінші некеде келіншектің жолы болды. Күйеуі де парасатты жан, нәресте де сүйді. Әуелі Аллаға, сосын өзіне қиын кезде қол ұшын берген Майра Болатқызына алғысы шексіз. Ол кісі жолықпағанда өмірі қандай болар еді? Жаны жомарт, қолы ашық бастығын келіншек әр қашан сыйлап, туған күн, мереке күндері назарсыз қалдырған емес. Батырханның артынан тағы бір бауыры болатынына Сәбит пен Дана қатты қуанды. Майра Болатқызы Сәбитті кеңсеге тұрақты жүргізуші қылып алды. Бақша жұмысынан босаған Сәбит реңі кіріп, үстіне классикалық үлгіде киім киіп, нағыз кеңсе қызметкеріндей болып қалды. Жұмысы тиянақты, жауапкершілігі мықты Сәбитке бастығы маңызды жұмыстарды да сеніммен тапсыра беретін. Дүниеге қызы келгенде Батыр ерекше қуанды. Бұл жолы Дана ауылға барып қалжаланып, ата-енесіне немерелерін апарып мауқын басты. Аружанды қырқынан шығарып қалаға оралды. Енесі Батырханды біраз күнге алып қалды. Үйіне оралған келіншек қызын ұйықтатып, үйді ретке келтіріп, кешкі астың қамын жасай бастады. Келіншегі оралған Сәбиттің көңілі көтеріңкі. Жұмыс соңынан дүкенге соғып, үлкен торт алды. От басылы болған қандай жақсы деп, іштей мәз болып келеді. Дана да күйеуін жылы қарсы алып, екеуі кешкі асқа отырды. Келіншегі ауылдағы суреттерді көрсетіп, Батырханның қылықтарын тауыса алмай отыр. Адамға бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Отбасына қамқор, бірін-бірі түсінер жандар бақыттың құнын жоғалтпайды.
Сәбит пен Дана да сондай түсінігі мол жандар. Өзінің жүріп өткен қиындығы бақытқа бастар жол екенін Дана сабырлықпен күтті. Бағына орай Сәбит жақсы ер азамат болып шықты. Алла өзін түсінер, жанынан әрқашан демеу бола білетін жанды жолықтырды. Оқу бітіргелі отырған Қарлығаш Дананың кенжетай сіңлісі. Әр демалыс сайын жездесі мен әпкесіне қонаққа келіп тұрады. Дана Қарлығаш үшін жаны қалмайды. Екеуінің де әңгімелері ұзақ. Аружанды жанындай жақсы көретін Қарлығаш бөпені қолынан тастамайды. Сәбит алғашқы некедегі қызымен араласып тұрады. Дана оны жылы қабылдап, еш қабақ шытқан емес. Кейіпкер бастапқыда өмірдің ащы дәмін татса да, қиындыққа мойыма еңсесін тік көтерді. Өзінің мықты мінезімен бақытына қол жеткізді. Осымен әңгіме аяқталды.